Сен заң бұзбасаң, саған ешкім тиіспейді. Ол жақта арзан енді $25, ең төменгі зарплата былай қарап тұрсаң. Ер жігіттерге жай жұмыс істейсің. Сен қатты жұмыс істеп бара жатсаң, мына жұмыс берушінің өзі айтады саған жай жұмыс жаса деп. Австралияға кетпей тұрып, қанша сумма қарыз кредиттарың болған еді? 10 миллионнан жоғары. 10 миллионнан жоғары болды. Мен өз-өзіме сенбеймін дейді, мен Австралияда дейді, менің жарты айлығым ғой деп сөйтіп жүреді да, өзі военныйде істеген жігіт екен, 200 мыңнан зарплатам аспаған дейді. Осы Қазақстанның правасы Сиднейде 3 айға жарамды. Сені white картсыз жұмысқа алғаны үшін сен жұмыста қолыңды кесіп алып бір скорый шақырып сондай болатын болса, ол компанияны тексереді дағыны, ол 6 айға 1 жылға лицензиясын алып қояды. 15 жылдан бері тұрған қазақтарды кездестірдік біз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен мен Самат Серікбай, Visa Expert, Ала Visa компаниясының негізін қалаушы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біздің кезекті подкастымыз Австралия мемлекеті жайлы болмақ. Бүгін бізде қонақта ерекше қонақ, партнеріміз, әрі клиентіміз Өмірбек бауырымыз. Өмірбек, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Алтындай уақыттарыңды бөліп, студиямызға келіп, өзінің пайдалы ақпараттарыңды бөлісуге келіп отырғанға көптен көп рахмет. Жалпы қызықты ақпарат ретінде Өмірбекті сырттай былай таныстыра кетейін. Жалпы біз Өмірбек екеуміз таксиде танысқанбыз. Өмірбек енді Алматы Шымкент бағытында, қателеспесем. Таксовод едім. Мен Шымкенттен Алматыға как раз машинам бұзылып, таксимен баратқан кезде, қателеспесем осы алдыңғы салон жалдап, Австралия мемлекетіне клиенттерге 8 клиентке қателеспесем виза одобрение алған клиенттерімізге билет алып атқанбыз. Сонымен танысып, сұхбаттанысып, жақын араласып сөйлесіп кеткен болатынбыз. Жалпы біздің оқырман емес, ең алғашқы бізге визаға сеніп, құжаттарын өткізіп, ақшасын төлеген клиенттеріміз бірі, әрі партнеріміз, өйткені Австралия мемлекетіне біраз клиенттерімізді күтіп алып, жұмысқа орналастырған болатын. Ал өзің жайлы кішігірім біздің аудиторияға, оқырмандарға таныстыра кетсең өзіңді. Самат, рахмет біріншіден саған. Менің есімім Өмірбек болады. Осы Шымкент тумасымын, Шымкент қаласының. Мен енді 38 жастамын қазір. Әйелім, бала-шағам бар. Мен басында Австралияға тапсырам деп еш ойым болған жоқ. Енді Австралияға виза қалай тапсырылатынын да білген жоқпыз, бірақ мен семьяммен Америкаға тапсырған болдым. Оның алдында семьяға тапсырып, отказ алдың, қателеспесем, әйелімді университетке түсіріп, сосын ояқтан шақырту алып, тапсырған болатынбыз. Қазір есімде жоқ қандай компаниямен тапсырғанымыз, келіншегім біледі. 2 рет кіріп отказ алдық Алматы қаласынан. 2 рет? 2 рет кіріп отказ алдық. Бірге кірдік қой, Сосын біраз ақша жоғалттық оғанда. Сосын өзім Австралияға кетем дейтін мүлдем ой жоқ. Ой жоқ. Одан кейін өзім тіршілігім болатын, камерамен айналсам, камера сатам, құрып берем. Одан кейін заказ жоқ кезде бағанағы екеуміз танысқандай Шымкент, Алматы таксовать етіп жүретін машинаммен. Сосын сен жолықтырғаннан кейін сен Кореяда болып келдің, негізі мен де Кореяда болып келдім ғой 2 жыл, 2018 бен 20-ның арасында. Сол кезде сен де бағана билет алып жаттың, бағана өзің айтқандай. Сосын менде интерес болды, осындай не болып жатыр деп. Бірақ шетелге кету ойда болып жүрді. Бір возможность болса, шетелге кетудің өзі бір тәуекел ғой, рисковать ету дейді ғой енді. Сосын Кореяда болып келген екеуміз сөзіміз жарасып кетіп, сосын Австралия туралы сені ұсынған кезіңде мен ойландым. Келдім, бірақ ешкімге айтпадым. Енді сырласын келіншегім болады ғой, келіншегіме айттым. Америкаға баратынымыз көп адам білетін, отказ алғаннан кейін де көп адам сұрайды да, не болды? Кетпей қалдыңдар ма? Бәрібір ыңғайсыз екен да, отказ алып қалғаннан кейін аналарға қайттан жауап беру. Сосын ешкімге айтпаймын деп шештім. Негізі ешкімге айтпаған дұрыс екен негізі. Жасырған дұрыс. Жасырған емес, тәуекел етесің. Ол болатын болмайтыны белгісіз. Мысалы да. Сен тәуекел айттың, ол тәуекел жасағаның бүкіл адамға айтып жүрсең, ол болмай қалса, ертең көрмей кетіп, кейін көргендер сенің отказ алып, бір тәуекелің болмай қалғандарды қайттан айтса, сенен сұраса, как будто сенің бетіңе басып айтып атқандай болып естіледі. Адамдар көп несе, не дейді, дүнкаға түседі ғой, қатты, сол кезде адамға қатты келеді екен. Мен Америкада сондай не қабылдағаннан кейін мен ешкімге айтқан жоқпын.
сосын саған апарып Алматыға тапсырдым ғой, ойланып жүріп екеуміз жолықтық центральный мешіттің қасында. Бірақ шықтым да мен сол жерден, ол виза шықпайды дедім өзіме өзім. Уже Америкадан отказ алғаннан кейін үміт жоқ. Жоқ, бірақ рисковать еттім. Мен өзім сондай көп бірақ тәуекел отказға да, одобрениеға дайын болдым ба, морально? Морально. Өйткені мен тәуекел еткенді жақсы көремін. Всегда әр нәрсеге тәуекел етіп, рисковать етіп, бизнес бастап. Мен мысалы Алматыда магазиндерім болды. Карантин құртты, мысалы барлығын. Негізі кәсіптерің болды. Болды. Мен мысалы біреудің қолында жұмыс істемегенге өте көп болды да, мысалы. Ол біреудің қолында жұмыс істеген сайын, ол өз-өзіңді өшірумен бір, тек зарплатаға өмір сүресің да. Сол үшін всегда рисковать ету керек. Енді қазір жетпеген жетістіктерімізге дальнейшее жетеміз деп ойлаймыз, енді всегда рисковать етеміз. Сол кезде мен өзім шықтым да, ол виза шықпайды дедім өзім. Мен өзім тірлігімді істеп жүре бердім. Центральный мешіттің документтеріңмен апатын қабылдаған еді. Сосын мен саған көп хабарласпаймын деп өзіме не қылам, ол шығатын болса шығады, шықпайтын болса шықпайды. Ана бір сөз бар ғой, проблема шешілетін болса, ол шешілетін проблема, уайымдаудың қажеті жоқ. Сол сияқты. Сосын кейін геометрияға бардық. Отпечаток пальцев биометрия Алматыға барып өттілер. Сен өзің айттың ғой, осындай күні барасың. Содан өткеннен кейін де сен айттың ғой, кіріп шыққаннан кейін хабарлас дедің. Кіріп шыққаннан кейін хабарласқаннан кейін мен вообще хабарласқан жоқпын. Өзің звондадың сен маған. Одобрениемен құттықтаған. Ол кезде мен машинамен Чимкентте жүргенмін. Жолда кетіп баратын ғой, қателеспесем сол кезде. Жоқ, Чимкентке кіріп жатқанмын, осы Алматыдан келе жатқанмын как раз. Сол кезде сен хабарласып қалдың. Визаның жауабы неше күнде шыққан еді саған? Бір айға жетпей шықты ғой. Бір айға жетер жетпес, бір айға шықпай. Сосын визаның жауабын оң нәтиже шыққан кезде сезім қандай болды? Қалай әбден шетелден ақша тауып, шетелде көп зарплата алып қалғаннан кейін шетелге барып ақша тапқың келеді да енді. Енді Австралияға шыққан кезінде өзін, мысалы, көп рисковать еткен адамның қарызы да болады да. Мысалы, менде де кредиттерім болды. Мысалы, Қазақстанда кредиттерімді, мысалы, постоянно жауып жүретінмін өзім. Просто ертерақ жауып тастап, басқа да нәрселерге рисковать етіп, тірлік жасау керек қой енді. Өмір бір-ақ рет беріледі ғой. Оны қорқып жүре бересің да, сосын сен одобрение болды деп айттың, содан кейін жиналдық қой. Одан кейін как раз сен одобрение шыққан кезде мен жаңа Турцияда Мерсинде болып, сонымен уведомление көрген болатынбыз. Сөйтіп саған бірден звондап, Алматыға барып жолығып, құжаттарыңды дайындап, билет алып. Сен тез арада ұшып кеттің, қателеспесем, енді кейбір клиенттер болады, одобрение алады. Бір ай, бір апта сосын ән-әмін деп жүреді. Сенікі қателеспесем, процесс өте тез болды. Бару, ұшу, кету деген сияқты да. Жалпы цифра жағына ашық сұрақ қоя берейін. Жалпы енді Австралияға кетпей тұрып, қанша сумма қарыз кредиттарың болған еді? 10 миллионнан жоғары болды. 10 миллионнан жоғары болды. Жалпы Австралиядағы бару мақсат, жалпы қарыз кредитті досрочно жабу, ертерек. Және де капитал жинап келу деген сияқты. Австралияда неше уақыт болып келдің? 1 жыл 7 ай болды ма? 1 жыл 7 ай. Қалай өтті уақыт? Енді тез өтті ма, жай өтті ме, енді әркімге әрқалай? Енді менің бала шағам болған соң маған сәл жай өткендей болды. Енді Австралияға бардық, біз күтіп алды, орналастырды. Енді ол кезде біз барған кезімізде, ол кезде қазақтар сәл аздау болатын. Енді барып жатқан кездер еді ғой? Енді 24 жылдары бұл. Ол кезде қазақтарды көп адамдар танымайды, жұмыс берушілер танымайды. Мысалы, ол жақта основной компания болып жұмыс істейді ғой, әр компания өзі. Сосын басында қиналдық енді. Өзіміз жұмыс таптық, өзіміз арзан $25 жұмыс істедік. Енді арзан дейміз ғой, бірақ енді Қазақстанға ол өте үлкен ақша, былай қарап тұрсаң. Сағатына 8 мың, 10 мың теңгедей болып қалады жаңа $25 бізге. Ол жақта арзан енді, $25 ең төменгі зарплата, былай қарап тұрсаң, ер жігіттерге. Сосын бір 3-4 ай қиналдым ғой басында. Адаптацияға, жұмысқа? Жоқ, мен тез үйреніп кеттім адаптацияға, былай ауырып, не қылған жоқпын. Просто қалай біз барған жылы... Жұмыс қиын болды ма физически әлде қалай? Жоқ, жұмыстан ешқашанда қорықпаймыз енді. Біреулер бар ғой енді, барғанда көрдік қой, не талай адамдарды күтіп алдым, не бір адамдар. Бірақ мен жұмыстан қорықпаймын, всегда жұмыс кейін. Бағанағыдай ғой, сендерді танымайтын, көп адам танымайтын болса, саған жұмыс сені тапсыру қиындау да. Мысалы, агентстволармен жұмысқа шығып жүрдік, бірақ біз барған жылы ол жақта көктем еді. Мен күзде кеттім ғой, октябрьдің 15-інде ма кеттім. Ол жақта көктем. Жаңбырлы
болды да көбірек. Ол жақта жаңбырлы болса жұмыс болмайды, аптасына 2 күн 3 күн істеп қаламыз. Сөйтіп жүріп іліндік қой, заводқа іліндік, заводта істедім 8 Ең айдай. бірінші орналасқан жұмысың не болған еді? Қандай жұмыс істедің? 8-ші этажда ол жақта зданиялардың төбелеріне гүл талы еге беретін нелер ғой, ол жақ енді дамып кеткен. Сиднейда болдыңдар? Сиднейда, иә. Сол гүл егетін жерлерде өздері арнайы битонмен гүл егетін жерді қалдырады, оның іші терең болады, 1,5 метрдей болады. Соның ішін құм тазалау ғой. Соның ішін құм тазалайсың да. Оңай деп айтуға келеді. Конечно, ол жерде уақыт өткізу ғой, уақытқа ақша төлегенде жай жұмыс істейсің. Сен қатты жұмыс істеп бара жатсаң, мына жұмыс берушінің өзі айтады саған жай жұмыс жаса деп. Денсаулығын құртасың деп па? Жоқ, олай емес. Оған да уақыт көп болған. Өйткені ол компаниядан жұмыс алған соң созу керек. Енді барынша емес, адамды қатты қинамау керек қой олар несін бойынша. Бір денсаулыққа зиян келетіндей бір жоқ, ондай қауіпсіздік несіне өте қатты қарайды, сақ қарайды. Одан кейін white картсыз жұмыс қалмайды ол жақта. Иә, біздің оқырмандарға white карт туралы айта кетсең енді. White карт деген не ол white карт дегеніміз? Былай қарасаң, қауіпсіздік жұмысқа сен жарамды, сен қауіпсіздік нәрсесін оқып шықтың деген белгі ғой ол. Оны оқып шықпасаң, сен жұмысқа алмайды. Егерде жұмыста сен бір жерін кесіп алсаң, бірдеңе қылсаң, жұмыс берушілер white картың болмаса, даже компанияны жауып тастайды ол жақта. White картсыз жұмысқа кірсең. Сені white картсыз жұмысқа алғаны үшін, сен жұмыста қолыңды кесіп алып, бір скорый шақырып сондай болатын болса, ол компанияны тексереді дағыны, ол 6 айға 1 жылға лицензиясын алып қояды. Сол үшін ол жақта строго white карт сұрайды. White картты неше уақытта алдың және қанша доллар болды? $149 оқыдық біз барған кезде. Әлі де сол бағада, былай өзгерген жоқ, 2 жылдың ішінде. Барасың, азанда 8:30-да басталады. Сол жерде қателеспесем, мен Монғолияның қызы оқыды. Ол ағылшынша жақсы біледі, енді өздері сондай. Сол қыздар оқытады, көмектеседі. Мысалы, сен техника безопасности. Техника безопасности, қалай киіну керек, қалай каска кию керек дегенде. Ол оңай былай, барсаң бір күн оқисың. Бір күн оқисың. Обедке 2-3-ке дейін оқисың. Сосын сразу саған сертификат береді. Бірақ карточкасы 2 аптадан кейін келеді поштаға. Жаңағы сертификатпен жұмысқа кіре беруге бола ма? Сразу ертесіне жұмысқа кіре бересің. 2 аптадан уже карточкасы келеді. Бірақ особо оны қолдана бермейсің. Бірақ сенен сұрайды жұмыс берушілер, white картың бар ма деп. Бар десең болды. Сен бар десең, фотосын жібер дейді. Бір күн бұрын жұмыстан шақырып, бір күн бұрын фотосын жібересің. ID картыңды жібересің, и сонан болды, барып жұмыс істей бересің. Ертесіне барып, егер де ананда үлкен сайт дейді, енді үлкен объектілерді сайт дейді, ол жақта үлкен сайттарға барсаң, өте мұқият қарайтындарға барсаң, анкета толтырасың азанда. Ал анандай кішігірім нелерге барсаң, толтырмайсың. Өйткені олар өздері толтырып, сен үшін жасап қой, сен азанда барып, сразу жұмысын жасап кете бересің. Ал үлкен сайттарда анкетаны толтырасың, white карттың номері болады, ID карттың номері болады, соның бәрін толтырасың. Одан кейін оқырмандарымыздан өте көптеп мынандай сұрақ келіп жатады. Австралия мемлекетіне турист кезден барып, жұмысқа алмайды, қабылдамайды деген нәрсеге не айтасың? Ол өтірік. Өтірік? Сен қолыңнан жұмыс келетін болса, барған кезде бағанағыдай ғой, мен қанша клиент, мен даже шатасып қалдым, мен қанша клиент күтіп алғанымды ше. Өте көп. 1,5 жылдың ішінде, мысалы 1 жыл 7 айдың ішінде өте көп клиент күтіп алдым да. Солардың бәріне түсіндіретім, сол 1 ай жоқ дегенде 1 ай қиналасың. Потому что сені мен басында енді жұмысқа жібереміз ғой, агентствоға, анаяқа, мен өз атымнан жіберген адамдар болды. Өзімнің white картын, өзімнің ID картын жіберем. Осы кісі барады деп ше. Мысалы, мен өзім бармаймын, бірақ ана кісі барады. Иә. Ол кісі жұмыс істеп келеді, ақша маған түседі, мен кешкісін сразу о кісіге берем ше, ақша. Сол сияқты жағдайда кейін сен жақсы жұмыс істеген соң агентстволар сенің жақсы жұмыс істедің. Барлық жерде ол видно да, былай көрінеді. Сен жақсы жұмыс істесең, саған всегда жұмыс береді. Ал жұмыс нашар істесең, саған айтып қалма, жаңа ең аз сағат $25 жұмыс жасадым деп, ал ең көбі қанша долларға дейін алып көргенсің? Мен $55 дейін. $55. $55 қазір оқырмандар мына доллармен курс шығарып кететін боламыз. Ол бір 15 мың, 18 мыңға барып қалады, қателеспесем. Иә, мен кейін жақсы кісілермен танысып, жақсы жұмысқа кіріп кетті ғой. Мен негізі күндік жұмыста өте аз жүрдім. Бір күндік дейтін толық айта кетсең, яғни
қалай? Жаңа бір күндік жұмыстар деп айтып қалдың ғой. Жаңа постоянно либо тұрақты тұрақсыз деген сияқты жұмыстар. Иә, қазір мысалы ол жақта менімен бірге барған балдардың өзі күндікте жүрген балдар бар да. Мм. $33, $35 алады. Агентстволар уже оларға сеніп қалған соң зарплаталарын сәл көтеріп береді басында. Қазір енді олар соған үйреніп қалған да. Ана өздерін қинап бір постоянно бір жұмысқа баруға еріне ма, ол жағын өздері біледі енді. Бірақ постоянно агентствомен жұмыс. Ода да постоянно жұмыс қой, негізі постоянно жұмыс деп санауға болады оны. Өйткені агентствоның адамы да ол. Агентство, бірақ бір адреске бара бересің деп айта алмаймын. Өйткені агентство қай адресті береді, соған барады. Жалпы осы 1 жыл 7 айда қандай жұмыс түрлерін жасап көрдің? Мен өте көп жұмыс түрлерін жасадым. Енді көбісі ойлайды бір жерден Мувингте жұмыс жасадым. Мувинг? Үй көшіру ғой. Менің тиктокта видеоларымда бар ана. Сосын гүлде кестік, бүкіл нәрсені істедік қой. Үйде тазаладық. Клининг Клиник қой. істеп көрдім. Основной ол жақта лебір клиник қой. Стройкада да істеп көрдім, заводта да істеп көрдім. Бір рет сөйлескен айтқаны бір мусор шығаратын заводта дедің ба, или мусор өңдейтін завод дедің ба? Иә, мусор өңдейтін завод қой. Ол жерде тек анандай үйдің мусоры бармайды, біріншіден. Ол жерде тек стройканың ағаш, темір сондайлар келеді, соның ағашы мен темірін бөлек-бөлек қоясың ғой. Коробка келеді. Жалпы Австралияда жүріп, егер теңгемен шаққан кезде ең көп бір жалақы алған сумма қандай болды? Мен соңғы уақытта есептеген күніне кезде. 180 мың теңгеден алып жүрдім. Күніге 180 мың теңге таза қолыңа түседі. Иә, күніге 180. Егер айын есептейтін болсақ, 3 миллионнан теңгеден Енді асып қалады. істегеніңе байланысты ғой. Енді ол жерде мысалы мен қазақ балдары 4-5 қазақ бала істеп жүрді. Мына Қызылорданың баласы, мысалы мен сияқты басында лебір болып кірдік, кейін мастерлікке өттік. Мастерлікке өткенде екінші этапқа өттік та, мысалы. Екінші этапта уже біздікін $50-55 көтеріп берді. Бұлай қарасақ, бізге жұмыс задание береді, мысалы. Қазақ балдар болды қасымызда, ағылшынша түсінбейді, кей кездерде жұмысты онша түсінбейді. Бізге жұмыс тапсырады да, сол қазақ балдармен бірге жұмыс жасайтынбыз. Сол үшін бізді постоянно жұмыс береді. Бригадир сияқты жүрдіңдер ғой. Типа қазақ балдардың Бригадирлері, либо келген инструктор сияқты үйрету, көрсету. Жоқ, олай емес. Бізге мысалы таңертең барасың, бізге жұмыс бөлінеді. Ол жерде біз стиль фиксінде істедік, ол арматур деп айтылады. Тек арматур. Жаңа 180 теңге күніге тапқан жері ол арматура. Ең көп зарплата төлейтін жұмыстардың бірі. Жұмыстарың неден тұрады сол кезде? Не жасайсыңдар? Арматур тоқисың. Опыт болу міндетті емес. Жоқ, мен өмірімде арматур ұстап көрмегенмін ғой. Сол жаққа барып ұстадық қой. Сөйтіп үйреніп кеттің. Иә, үйреніп. Енді бізде қазақтар андай сөз, адам істеген адам істей алады дейтін нәрсе. Жоқ, адамда негізі адам істеген адам істей алады деп, ол әшейін ұран ғана деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден адамның желаниясы ғой. Мен ақша табам, мен осы қиындықтан өтем. Ол мотивация ғой, бағанағы сен адам істеген адам істейді деп өз-өзін көтеру бағытында. Ол да дұрыс бір жағынан, бірақ адамның ішкі түйсігіне байланысты ғой. Мен осы қиыншылық күндерден өтем. Мен артқа қайтуға жол жоқ. Ол да бір рисковать етудің бір түрі. Иә. Ол өз-өзіңді аяп, небір балдар қайтып кеткен балдар да бар. Австралияға барып тұрып қайтып кеткен балдар бар. Біздің де клиенттер болған, оны жасырмаймыз. Барып, бір клиентіміз 16 күн болған, бір ай болған. Иә. Ең көп шыдаған бір 3 айға шай шыдаған клиенттер шығар. Жоқ, мен оларға, мен күтіп алған балдардың көбісі қайтпаған. Даже 99%, 100% қайтпады. Мысалы, шайдан кейін визаны ауыстырып келеміз деп қайтқандар болды. Change виза жасап. Иә. Бірақ бағанағыдай ғой. Иә. Енді құрметті оқырмандар, өздеріңіз тыңдап жатсыздар. Сөзден емес, іспен дәлелдеп келген, жұмыс жасап келген, теория емес, практикада енді көбісі жаңағы айтып жатқан нәрсе ғой. Турвизаға барсаң, жұмыс жоқ, таможняны өтпей қаласың, айдалада қаласың, далада қаласың деген сияқты бір сондай бір негативный бармай жатып сондай дезинформация TikToктан, Инстаграмнан естіп алып, бізге сондай сұрақтар қойып жатады. Сол сұрақтарға осы YouTube каналымыз арқылы жалпы мақсат түсіндіру, ұқтыру. Өйткені сен барып келгесің, істеп келгесің, қолмен ұстап келгесің, және де ол теория емес, практика жүзінде дәлелдеп келгесің деп кесіп айта аламыз. Одан кейін жалпы Австралиядағы ауа райы айтсаң, мысалға бір 50 градусқа дейін ысиды дейді, қар жаумайды, сол жайлы бір айта кетсең. Ауа райға үйренісу қиын болмады ма? Жоқ, мен өзім ыстықты жақсы көретін адаммын, бірақ ол жақтың ауа райы маған қатты ұнады. Ол жақта өмір сүруге болады ғой. Жақсы ғой. Бала шаға болмағанда кім біледі келмес едік. Егер әйел бала шағаң болған кезде көшіп қалуға. Әлі де біз ойланып жүрік, мысалы келешекте
сол жаққа барып тұруды бала шағамен. Ұзақ мерзімге ол кезде. Ол кезде енді өте ұзақ мерзімге кетсек па деп. Одан кейін тағы да мындай көп қойылатын сұрақтардың бірі, мысалға депорт болса мынаған әсер ете ма, әсер етпей ма деген мәселе. Яғни Кореядан депорт болып келдім, Еуропадан депорт болып келдім. Мен Кореядан депорт болып келдім ғой. Виза бере ма, бермей ма деген көп сұрақ. Сол жайлы айта кетсең. Сен қандай елдерде болғансың? Жаңағы Австралияға бармай тұрып енді кейбіреу виза история керек па деп соны сұрап жатады да. Яғни мысалға сен өзің 2 жыл істеп депорт болып келгесін. Енді көп кейбір жаңадан барайын деп жатқан оқырмандар немесе көрермендер, подписчиктер нелегал дейтін нәрсеге негативно қарайды. Яғни сені депорт болады, миграционный полиция ұстап алады деген сияқты нәрселерге. 1 жыл 7 айынша сен тоқтатқан ба, сені бір документ сұраған кез болды ма? Сол жайлы айтсаң. Бір ретте. Ол жақта адамның құқығы өте қатты қорғалған ғой, былай қарап тұрсаң. Сен заң бұзбасаң, саған ешкім тиіспейді. Егер сіздерге де Австралия мемлекетіне виза және жұмыс керек болатын болса, біздің компания сол услуганы сізге көрсетіп бере алады. Біз виза жасап қана қоймай, сізге сол елден жұмыс тауып көмектесе аламыз. Бұл подкастты соңына дейін көр. Лайк бас, комментарий жаз және досыңмен бөлісіп қойды, ұмытпа. Мысалы, ешкім тоқтатпаған, мен бірақ штраф алғам. Қандай штраф? Трейн дейді ол жақты біз метро, трейн, сол азанда ұйқылы ояу төледім деп ойлап, ол жақта анандай аппараттар тұрады, ол жерде сен кіргізбейтін андай шлагбаум сияқты тұрмайды ол жақта. Қаласаң төлеп отырасың, қаламасаң төлемей отыра бересің. Бірақ ішінде тексеріп жүретіндер бар да, енді тексеріп жүреді, әр стейшннан отырып тексеретіндер бар. Сол кезде мен 2 рет түскем сондайға. Таңда ерте тұрасың ол жақта, 4-5 рет обязательно. Ұйқыдан ерте ояну. Өз-өзіңді көбісі содан қиналады. Дисциплина. Ерте тұрудан қиналады. Ол жақта ерте тұрасың. Сол бір күні ерте тұрдым да, бірінші штраф емес, ол кезде ескерту берді. Мініп кеттім, ойымда ештеңе жоқ, менің ойым төледім. Анандай қатты ойланып кетесің, либо ұйқың қанбай тұратын кездер болады. Сол кезде кетіп баратқанда мені тоқтатпайды, ол жерде тексеріп өтеді, аппараттары бар өздерінің. Ол жерде Opel карт деген нәрсе бар. Сол Opel картын тексереді, төленген, төлемеген, қай жерден төледің, қай уақытта төледің, бүкіл нәрсесі ана аппараттан көрінеді. Сосын бірінші кезде солай тексереді, мен айтам, төледім мен деймін. Мен өзім көзіммен тексердім, төледім, I'm check, анау деп айтасың да енді ағылшынша. I'm pay деп, мысалы, мен төледім, мен өзім тексердім төленгенін деп. И сосын бүкіл дальныйын жазып алды, адресін жазып алды. Сосын айтты, 7 күннің ішінде хат барады сізге поштаңызға деп кешірім сұрап, менен кетті. Ол жерде сені түсіріп алып, милиция шақырып, мысалы ше. Онда қинамайды адамды. Сразу сенің адресіңді алады, ID карты номеріңді алады, поштамен саған хат келеді. Ол сен қалай болсын солай тауып алады, егер төлемей жүрсең де болады, бір күн емес, бір күні сенің атыңнан шығады ол бәрібір. Олар соған сенгеннен кейін ол сені түсіріп алып, қинамайды вообще. Сосын хат келді, менен кешірім сұрап хат келді. Бізде техникалық ақаудан қателік кетуі мүмкін. Негізі мен төлемегем да, өзім кейін ойлансам мен действительно төлемегем, бірақ оларға мен төледім деп. Штраф қандай суммаға жазып берді, төлемеген? Екіншісінде мен өзім мойындадым, мен төлемедім деп. Ол кезде $200 келді. Где-то 70 мың теңге. Бір күндік жұмыс ақымның жартысы келді ғой. Онда штраф аямайды екен, да? Жоқ, жақсы деп ойлаймын ол жақта. Нормальный сумма ма? Нормальный сумма. Ол штрафқа лайықты да? Лайықты. Өйткені бір Сиднейдің өзінде 6-7 миллион халық тұрады, оны басқару өте қиын деп ойлаймын. Бірақ ол жақта ешкім ұрысып, ерегісіп жатқанын көрмейсің. Жалпы адамгершілік дейтін нәрсе бар. Всегда күліп жүреді ғой адамдар. Көшеде мысалы кетіп бара жатсаң, сен көзіңе біреу тура қарап қалса, всегда қалау деп күліп кетеді саған. Сен көңіл күйің көтеріліп қалады, танымайтын адам болса да, ол жақтың салт дәстүрі дейміз ба, білмедім. Бірінші амандасу былайша айтқанда западло емес, бізде енді бірінші амандассаң бірінші сұрайын деп тұрмай деп ойлап қаласың ғой? Жоқ, олай мен ойлаймын, ол Қазақстанда да солай болған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені адамға көңіл күйін көтереді, сыйлайды. Мысалы, всегда сен де күліп жүресің. Ол жақтан андай азанда жұмысқа кетіп бара жатып алдыңнан біреу шығып қалады, мысалы, тротуарда, либо метрода, всегда бір-біріңе қарап қалсаң, hi, good morning деп күліп, всегда күліп не қылады. Сен де күліп жауап бересің, и бәрінде сондай.
сосын заң бұзушылық өте аз деп ойлаймын. Өйткені мен көрмедім де даже. Болды бір-екі мәрте ана гайлар машинамен қуалап жүреді, енді ол болады ғой барлық жерде, бірақ кез келген өте елде бар аз. ғой. Иә. Бізде Безопасность күнде жағынан көресің ғой, ол жақта мен бір жыл 7 айда вообще даже көрмедім десем де болады. қауіпсіздік жағынан вообще проблема жоқ. Еш уайымдамайсың ғой. Круглая сутка анандай нелер жүріп отырады. Енді Кореяда жүрген жігіттер түсінеді. Енді өзім де Кореяда болдым. Сен таза киініп жүресің всегда андай. Миграционный полиция ұстап алмасын деп ше Ол мені. біздің де басымыздан өтті 2 жыл. Аккуратно жүрмесең сені ұстап алып депортировать етіп жібереді. Өйтіп иммиграционный гражданский формада болуы мүмкін. Жаңа 68-1, 46-1 дейтін депорт түрлері бар. Егер өзің шықсаң 68-1, егер сені ұстап алып шығарса 46-1 деген сияқты да. Иә. Бұл жақта сол жағынан қалай болды? Бұл жақта ондай көшеде жүрмеу заңсыз жүріп қайтып жатқан балдар болды, мысалы. Нелегал болып. Иә, нелегал болып, 3 айдан кейін қалып кетіп, жұмыс істеп. Ол жерде аэропортта допрос қана алады дейді. Мысалы, менімен қайтқан бір бала бар, тоже менімен бірге бір самолетпен қайтқан бала бар, ол солай заңсыз қалып кетіп. Аэропортта допрос қалады, допрос қалғанда бір 2-3 минут қой, короче, не істедің, не қылдың, криминалмен нарушение болды ма? Жоқ, криминалмен қатысың бар ма дейді. Полиспен проблемаң болды ма дейді. Сен жоқ деп айтасың, ол жерде психологтар отырады, көзіңе қарап тұрып сұрақ қояды. Сен дұрыс жауап беріп тұрсың, дұрыс емес. Соған қарайды да сразу жіберіп жібереді, болды. Просто ана онлайн депорт ұрады дейді енді. Базасына тіркеп қояды. Иә, базасына тіркеп қояды дейді. Иә, ол 2 жылдық, 3 2 жыл, 3 жылдан кейін қайтадан тапсырып қайтадан баруға болады. Иә, жүрген уақытыңа байланысты ма солай? Жалпы оқырмандар мынандай ақпарат айта кетейін осы тұста пайдалана отырып. Жалпы депорттың 2 түрі болады. Кешірілетін және кешірілмейтін. Ол дегеніміз, егер сіз Австралия мемлекетіне жүріп, өздігіңізден 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл жұмыс жасап, ешкімге зияныңыз тимей елден шығатын болсаңыз, депорт боласыз. Бірақ ол кешірімді, яғни 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін қайтадан визаға тапсырып, қайтадан елге келсеңіз болады, сол елге немесе басқа да елдерге барсаңыз болады. Кешірілмейді, егер сол елде жүріп, местный бір австралиец ұрып қойсаң, соғып қойсаң, ұрлық, қарлық, төбелес, сондай бір заң бұзушылықтар болатын болса, уже кешірілмейтіндей депорт түрін қояды. Сол себептен депорт дейтін нәрсе бір қатты қорқатын нәрсе емес. Мен де өзім Кореяда болғам. Иә, бізде болды. Сен де 2 жыл болып келдің. Депорт бола тұра Австралия виза берді. Одан кейін визовый историям қатты да мықты болмады. Америка 2 отказым бар. Енді көп кейстарға живой пример өмірек деп ойлаймын. Өйткені депортпен одобрение алдың. Америка 2 отказ бола тұра Австралия виза шықты. Өйткені көптеген адамдар ойлайды, яғни депорт болса мына ел бермейді деп ойлайды біріншіден. Екіншіден көп адам сынып қалады. Иә, тоқтанса. Екіншіден ойлайды, басқа елден отказым болса мынаған әсер етеді дейді да, қорқып жүре береді. Осы нәрселер. Одан сен визовый история, яғни Австралияға дейінгі елдер Кореяда болдың, тақай елде болған едің? Турцияда болдың, Грузия. Иә, соларға. Иә, осы 3 елде болдың. Мен просто Кореяға дейін де менде алды шетелге шыққан нелерім болды ғой. Штамптар, печаттар. Мен Кореядан келгеннен кейін маған 61-де бір өз еркіңмен шықсаң да ол жақтан 61-де 68-де 1 депорт. Иә, 68-де 1 ұрып береді ғой. Сол мен келе салып ауыстырып тастадым. Паспорт ауыстырып тастадым, бірақ паспортымды неге өткізген жоқпын, мен жоғалтып алдым деп айттым да. Өзіңде сақтап қалдым. Өзімде сақтап қалдым, чтобы естелік болсын деп. Мен мысалы қанша телефон алсам да, көбінесе ол телефондарды мен сатып жібермеймін. Ұстап қаласың. Иә, үйде тұрады ол. Менде мысалы қазір 4-5 телефон үйде бар, Nokiaдан бастап мысалы. Кнопочныйдан бастап. Иә, ол сатылмайды да мысалы. Сол сияқты. Өзің принциптарың сондай. Иә. Ауыстырмау керек, ұстау керек, сақтау керек дейді. Иә, алып қал, ол сенен нан сұрамайды, бір жерде тұрады, кейін ашып көргенге, либо балдарыңа көрсеткенге мысалы. Болады ғой. Сосын келгеннен кейін мен Турцияға бардым, анда бардым, мұнда бардым, қыдырдым, сосын Австралияға тапсырдым. Жалпы Австралия 1 жыл 7 ай жүріп, ойыңдағы сумманы тауып, өзінің алға қойған бір мақсаттарында толықтай 100-100 орындай алдың ба? Енді одан да асырдық қой. Асырдың ба? Иә. Алла береке берсін. Суммаларды айта аламыз ба, айта алмаймыз ба? Енді айтпай-ақ қояйық. Жақсы, айтпай қояйық. Бірақ 10 миллионнан аса кредит жабылды. Иә. Жаңа көлік, үй алдың ба? Әлі алмадым, енді аламыз ғой жақында. Жақсы. Жалпы Австралиядан келгеніңе де көп болмады ғой? Иә. Енді осындай ақпараттар бөлісіп отқаннан көптен көп рахмет. Одан кейін тағыдан да көп сұрақ келеді. Австралия еліне әйел адамдарға жұмыс жоқ, табылмайды деп жатады. Сол жайлы айта кетсең, әйел адамдарға жұмыс бар ма, жоқ па, болса қандай жұмыстар, жоқ болса неге жоқ деген сияқты. Қазір барған әйелдер, мысалы, басында сондай болды. Өйткені қазақ әйелдерді көп адамдар білмейді. Қазір қазақ
әйелдер көп барып сол жаққа қиналып қайтып кеткендері бар. Ал қиналса да жұмыс тауып қалып кеткендер қазір жақсы ақша тауып жатыр. И олар қазіргі барған адамдарға да көмектесе алады да. Мысалы, сен өзіңе байланысты. Сол әйелдермен жақсы аралассаң ғана. Әйел адамдар күніге қанша ақша таба алады максимум теңгемен шаққан кезде? $35 да істеп жүрген әйел Сағатына кісілер. $35. Иә, машина айдап, ол пысық әйел екен. Мен бағана Қызылордадағы досым күтіп алып орналастырды. Сол машина айдай алады екен. Өзі де сәл пысықтау әйел екен. Бір 45 жастағы ма, сондай келіншек. Мен точно білмеймін, көрмегем. Бір мәрте көрдім ау қазақтардың жиналысында. Бұлай қатты араласпағам. Сол әйел кісі басында $30 машина айдап сразу жұмысқа кірді. Кейін нормально істеп жүрген екен, $35 кірді деп естідім. Клиник жұмыстар, иә? Иә, қасымдағы досым, бірге арматурада істейтін досым бар еді. Екеуміз жақсы араласқанбыз. Сол досым сөйтіп айтқан. Айлық күніге төлене ме, аптасына ма, әлде айына төлене ме? Әр компания әртүрлі. Мен мысалы заводта, үй құрастыратын заводта, темірден үй құрастыратын заводта 8 ай істегенімде 2 аптада бір зарплата беретін. Ең ұзағы 2 апта ол жақта. Айлық айына жинап береді бермейді? Жоқ, ондай емес. 2 аптада бір рет. 2 аптада береді, немесе күніге? Осы Жоқ, екі вариант. заводтарда өздерінің нелері бар. Типа 2 апта сайын зарплата беріледі. Ал кейбір заводта бар, апта сайын беріледі. Мысалы, бағанағы мұсыр өңдейтін заводта, мысалы, мен 8 ай ана заводта істегеннен кейін, күндік жұмыста жүргеннен кейін, мен күтіп алып өзім кіргізген бала, қасыма адам керек деп мені шақырды. Өте мен күтіп алған адамдарыммен бәрімен жақсы араласам, бәрімен әлі де хабарласам. Жалпы қазақтар болып бір туған күн болсын, бір жаңа 8 март болады, жаңа 31 декабрь, жаңа жыл, сондай бір праздниктерде жиналып, жолығып жиі бола ма, әлде ондай бас қосып? Мысалы, мен барған кезде, мен алғашқы, типа, бізде общага деп айтады ғой, ол жақта хаус дейді. Типа, хаус болғанда общагаға қатты не қылмайды. Енді общага деп ала берейік. Сол жерде мен сол общаганың есігін ашқан мен алғашқы қазақпын. Ең бірінші сен көшіп келдің сол жаққа? Иә, сол жерге мен ең бірінші бардым. Кейін ол комнаталарда орын болған соң мен қазақтарды сол жерге жинадым. Сол жаққа тартып басадым бір-бір. Иә, ол жерде қазір 20-25 қазақ өмір сүреді. Бір хауста, үлкен хаус, өте үлкен хаус ол. Бүкіл жағдайын жасап қойған. Сол жерде өте көп ұйымдастырып, бағанағы 8 март, айт, наурыз, жаңа жыл. Қазір білмеймін, мен қалдыртпай не қылатын, өзім өткіземін. Өйткені өзім жинаған барлығын, өзім ұйымдастыратын. Ол жақта ұлттық тамақ барбекю ғой. Өте көп пісіретінбіз соны. Австралиецтер барбекю көп жейді. Етті көп жейді ғой австралиецтер. Қазақтар қалмайық деп барбекюді үйрендік қой сол жақта. Одан кейін бір прокатқа машина алып, көлік айдап, ондай болды ма? Менде болмады, бірақ менің қасымдағы балдар сөйтіп жүрді. Қазақстанский паспортпен машина сатып алып, айдап жүрді ма? Осы Қазақстанның правасы Сиднейде 3 айға жарамды. 3 ай көлік айдауға рұқсат. Иә. Бірақ ол жақта заң бұзбай айдап жүрген балдар өте көп. 1 жылдан асып кеткен, бірақ права алмаған. Кореядағыдай ма? Даже документ тураламаған балдар да машина айдап жүр. Дым документ жоқ, бірақ жүр. Тур Кореядағыдай ғой. Доставка, курьер, таксовка жұмыстар. Өте қиын ол жұмыс. Ол жұмыс қиын. Ол жаққа доставка, курьерге мен электронный велосипедпен сен визаң бәрін, рабочий виза алсаң, кіруге болады электронный велосипедтермен ше. Ал бірақ машинамен кіргізбейді. Потому что таксовкаге кемінде сол австралийский 3 жылдық права керек. Ал курьерге де то же самое машинамен. То же самое, сен өйткені тіркелуің керек базаға. Біздегідей былай неқып кете бермейсің оны. Жұмыстың барлығы жалпы тек Сиднейда болады, бұрын мысалы Кореяда Сеулда жатасың, Пусанға жұмыс шықса киімдерін жинап, ана қалаға пойызбен кетіп қалады. Мысалы, Мельбурнда болдың да? Мен болмадым Мельбурнда. Тек Сиднейде бүкіл жұмыстар Сиднейде жасадың. Сиднейден 4-5 сағаттық жерлерге барып келіп жұмыс істеп жүрдім. 2-3 күнге, 4 күнге, 5 күнге. Мысалы, тур осындай ол жақта алынбайтын кілем дейміз ғой, ковер. Сондай төсейтін түрік кісілермен жұмыс істедім. Қай елдің азаматтары көп екен ол елде, өзің байқаған бойынша? Чайна ма? Қытайстар ма? Олар қандай бизнеспен айналысады, немесе не жұмыс жасайды? Олар байып кеткен ғой сол жақта жүріп. Индиямен ең көп Қытай, Индия ма? Индустар көп. Индустар көп. Өйткені кезінде мына Англия, мына Қытайды
Индияны өз қарамағында ұстап отырғанда, Австралияда қазір де Австралия өзінің қарамағында ғой, Англияның несінде, бірақ заңы бөлек, несі бөлек, бірақ қарайды. королевство бір. Сол кезде жұмыс көзіне сол елдерден көп алып отырған ғой. Индиядан және Қытайдан, Иә. Қара күш жұмыс нелері, Қара күш жұмысқа сол жақтан адам көп алып барып, сол жақта қалып кеткен. Олар уже местный шығар, сол жақта туып өскендер, бұрыннан тұратындар 10 жылдан, 20 жылдан. Андай қазақты кездестіре алдың ба, яғни бір 10 жылдан бері тұрамын дейді. 15 жылдан бері тұрған қазақтарды кездестірдік біз. Наурызда жиналған кезде. Өте көп екен, негізі қазақтар көп екен. Мен сол жиналысқа барып таң қалдым. Примерно бір нақты цифра кесіп айта алмасам да, бір қандай бір статистика бар, яғни қазақтар 300 бен 500-дің арасында ғой, бірақ жиналмағаны қаншама? Мен жиналғандарын сол кезде айтып отыр, проблема болса айтыңдар деп, мысалы ше, мен сол жақтан азаматтығын алып алған. 15 жыл бұрын көшіп келген. 15 жылдан бері сол жақта тұрады. Өзлерінің бизнестері бар. Сосын компания ашып, сондай проблема болса, сондай азаматтық алудан, сондай проблема, сондай қазақтармен таныстым. Сол жақта жаңағыдай иммиграционный адвокат, юрист болып документке көмектесетін. Одан кейін енді Австралия визасы, сыртқы виза 1 жыл ғой, ішкі виза 3 ай. 3 ай сайын сен продление жасадың ба, әлде жасамадың ба? Басында жасадық. Создыру жағын айта кетсең, соны ашып түсіндіре кетсең. Барғанда барлық нәрсе анандай ғой, ол жақта консульствоға ақша төлейсің, қойып қойған ақшалар бар, соны төлейсің, адвокатқа ақша бересің, сол бүкіл сен туралы тапсырып береді. Жалпы визаны тағы да продление жасайды, созады. 3 айға создырасың, шыққың келмесе 3 айға создырасың. Миграционный служба қанша доллар төледіңдер шығыны? $495. Ал адвокаттың услугасы? $150-200 ғой. Бас санайық бір $600-700, бұл көп түсінбей қалмас, бұл жақта австралийский доллар жайлы айтып отырық. Австралийский доллар ғой. Австралия болғандықтан көбісі американский доллар деп түсініп, цифраны сумманы естіп шошып жүрмеңіздер. Австралияға барып, американский долларды ұмыттық қой. Иә. Алда бір тиктоктан бір видеоң атып кетті, жаңағы сен бір арматурадан түсіріп жүрген видеоң бар ғой. Рахмет, Самат, 1,5 жыл болдым деп ше. Соны біз монтаж жағына шығарып қоямыз ғой, доллар деп. Дұрыс есептемейсің деп американский есептеп жатыр да. Яғни доллар деген американский ғана мағына білдірмейді. Новозеландийский доллар бар, канадский доллар бар, австралийский бар. Сол видеоны түсіру тарихы былай болды ғой, короче. Мен бір апта демалып, бүкіл заттарымды алып, уже багажный настроение елге қайтамын. Чемоданный настроение деп айтамыз ғой енді. Билетімді алып қойғам. Сосын осы субботадан кейін істемеймін, бастықтарға айтамын ғой енді. Болды, кетем, қайтам. Кетем. Бастықтар қай елдің азаматтары болды? Монғолияның адамдары болды. Таза монғолдар ма или Монғолияның қазақтары ма? Жоқ, таза монғолдар болды. Местный монғолдар. Уже почти местный. Олар өйткені монғолдар өте бұрын барған ғой. Уже 10-15 жыл бұрыннан барып жұмыс істеп жатқандар. Монғолдар өте көп ол жақта да. 100 мыңдай монғол бар ғой. Көп екен? 100 мың өте көп. Нормальный сум, цифры сум. И монғолдар қазақтарға былай жақсы қарайды. Көзқарасы, енді бәрібір көршіміз ғой деген дей ма, либо түріміз бір дей ма. Түріміз қайды ғой негізі. Монғолоидтық нәсіліміз бар. Сондай. Сосын көп несе Монғолияның адамдарына жұмысқа спрос көп. Олар легальный рабочий визамен келе ма? Әлде Монғолияға рабочий виза бар ғой. Яғни Австралия мен Монғолияның арасында трудовой договор, яғни рабочий виза контракттар бар да. Солай. Сосын жаңа видео сол соңғы күні түсірген бе енді уже қайтып бара жатқан кезде? Жоқ, тарихы бастықтарым қоймайды ғой, келесі апта істеп кетсе, сен болмасаң болмайды ғой дегенде енді айтып жатты. Сосын менде екінші вариант болды. Одан көбірек ақша төлейтін басқа бір монғол кісі болатын. Ол мені шақырып жүретін всегда, маған кел депші. Мен 3 күн жұмыс жасайтын болып келістім да, бірақ ана кісіге, көп төлейтін кісіге баратын болып келістім. Енді кетер кезде көбірек ақша алып кетейші деген ой болады ғой енді. Сөйтіп сол кісіге барып жұмыс істедім 3 күн. Сөйтіп ол кісі тағы 1 күн істеп берші деп, тағы 4-ші күн істедім. Уже мен воскресенье күні ұшам. Понедельник күні ұшам. Мен бір апта демалысым, 4 күні кеттім. Уже ертесіне болды, жұмыс істемеймін. Кешке үйге келем да, Қызылорданың тағы бір досым бар, Австралияда группаны жүргізетін бір досым бар. Азамат емес па? Жігіт. Жоқ, ол бағанағы азамат, ол адам күтіп алып жүр. Ал ана Қуат деген жігіт болатын, мен досым, бірге алғашқы Австралияға барып танысқан досым ол. Бірге тұрдық. Ол студент. Қазір Австралиядағы группалардың бәрін сол жүргізеді, админ вообще.
сол досым айтады ғой, алғың келген заттарды давай бүгін алайық. Четверг күні ол жақта зарплата күн көп, мына Apple Center сияқты магазиндер сағат 10-ға дейін, 9-ға дейін істейді да. барлығы өйткені зарплата алады. Зарплата алған күні көбірек істейді, режимдарын солай қойған. И сол күні көп затымызды алып тастаймыз ғой. Сөйтіп ертең не істеймін деген ой келеді. Сөйтіп бұрынғы бастығым маған жазады, ертең жұмыс жасайсың ба деп. Давай. Сөйтем де ойланып тұрамын да, мен видео түсірмедім ғой. Еще мен ана көп төлейтін бастыққа 3 күнге 4 күн істедім ғой. Ол жақтан кішкентай сайттарда видеоны жөнді аламайсың бәрібір ше. Бір күнде бітіріп кететін сайттар ше, мысалы кішігірім хаус дейміз ғой, үйдің арматурлы. Ана үлкен сайтта жүрмін негізі, постоянно сол сайтта істеймін. Сөйтем да, видео түсірім керек қой деп, ертесіне жұмысқа шығамын ғой. И азаны мен бара салып бірінші видео түсіремін ғой саған. Жана қасында Ердәулет. Иә, Ердәулет ол қазір менің орнымда сол жігіт. Сол жігіт істеп жатыр. Пысық жігіт. Арыстың жігіті, молодец. Сосын 20 жас, ол 23 жасар, 21 жасар бала бар қазір, Тимур дейтін жігіт, Шымкенттің жігіті. Ол да менің орнымда қазір. Жалпы сен соңғы күніңді шығып видео отзыв түсірдің, ол TikTok, Instagram бүкіл жерде былайша айтқанда жақсы просмотр жинаған видео болған. Көбісі сенбеді ана жақта қалай ол 150 мың күніге деген сияқты да. Көбісі сондай сұрақтар қойып жатты. Одан кейін Ердәулет қалай барған бір тоже оқырмандарға айта кетейін. Қызық негізі история. Ердәулет қалай соңғы күтіп алған адамдарымның бірі ғой былай. Ең соңғы сонымен күтіп алып сонымен тоқтаттым. Одан кейін қайттым ғой мен почти. Ол бір ай болар болмас. Оны күтіп алдым, мысалы, онымен бірге 4 жігіт келетін болды мысалы. Соның бәріне жұмыс төлесіп болма. Бізде бір клиент болған еді, тоже осы Шымкенттікі, сен күтіп алғасын, Ербол аға. Сен Ербол ағаң бір видео түсіріп жібердің да. Сол видео тоже жақсы қаралым жиналды. Ол Ерболды мен күтіп алмадым. Или сен Ербол ағаны былай түсірдің негізі, сен сөйлеп отырып. Жоқ, менімен бірге істеді ғой. Сен түсіріп жібердің оны, сырттайшы, күтіп алмасаң, бірақ соны түсіріп жібердің, сол видео жақсы қаралым жинады. И сол видеоны Ердәулеттің папасы көрген, короче. Жоқ, оны емес. Короче, біз арматурда жұмыс істеп жүреміз. Папасы көріп Ердәулетке жіберген. Сен бар Австралияға деп ше. Сосын Ердәулет бізге визаға тапсырады. Сен видеоны көріп. Жоқ, менің видеомды көріп тапсырады. Ол бірақ арматурда жүрген кезде. Онда арматура ғой, папасы. Арматура видеосын папасы көреді, Ердәулетке жібереді. Ердәулетке айтады, сен бар Австралияға тапсыр визаға дейді. Біз ұсынады. Сонымен біз тапсырып береміз, виза шығады. Как раз март-апрель таможня білесің. Нереально қиын болды кіру. Бірақ Ердәулет өтіп болды ғой. Сонымен Ердәулет өтеді да, и сен күтіп алып, сен жұмысқа барасың, сосын барып Ердәулет айтады ғой. Ана видеодағы сіз емес па деп саған айтты емес пе? Жоқ, олай емес. Или қалай болды? Былай болады, короче. Оны күтіп алам. Біз арматурда бағанағы Азамат деген жолдас балам бар, Қызылорданың баласы. Екеуміз арматурды почти бірге бастамыз. Ол мені сәл бұрындақ бастады. Сосын екеуміз жұмыс жасап жүреміз да, ол видео түсіріп жүреді әр жерде бір. Күн қатты ыстық болып, үстімізден су шашып тұрады арматурдың үстінен. Өйткені арматурлы қатты ысып кетеді да. Еще азанда киген кожаный перчаткаң. Видеоларда қабаттап екі перчаткадан киіп алып жүретіндер ғой? Иә, жыртылып кетеді бәрібір ше, ана арматур неғаннан. Соны сөйтіп жүрген кезде уже go home болып жатқан, қайтатын уақыт, и сол кезде ана Азамат видео түсіріп қалады. И мен келе жатып әшейін әңгіме, ол түсіреміз, былай специальный не қыламыз деген нәрсе жоқ. Мен арғы беттен келе жатамын да, Қазақстан сила, это Австралия детка деген әңгімелерді айтып келе жатамын да, и сөйтіп Азамат айтады, кесе Қазақстаннан келем дегендерге не айтасың дейді. Мен сол кезде айтам, келсін, күніне 150 мың теңге кім береді? Ол жерде біз алып жүрген зарплатаны айтамыз да, күніне 10 сағат істейміз, 150 мың теңге аламыз. Ол кезде біз жаңадан бастап жүрген кезіміз енді, бір ай ма? Арматурада. Соны Ердәулеттің папасы көреді ғой. Австралияда 150 мың теңге табады екен. Мен TikToktан көрдім, бір балдар айтып жатыр, қазақ балдар жүр жұмыс істеп. Деп сол видеоны көреді. Иә, сол видеоны көреді. Оны маған Ердәулет айтпайды. Оны мен екенімді де білмейді. Мен ол кезде маска тағып алғам, көп адам танымайды. Сөйтіп аэропорттан күтіп алам, сөйтем де документтерін 2-3 күнде туралатам да, сөйтіп мен Моңғолдағы бастығыммен өте жақсы араласам. Соған айтам, короче, 23 жасар бала бар. Жақсы жұмыс жасай ма дейді. Істейді деймін ғой енді, істейді деп айтасың ғой енді, жаңадан кіріп. Істемейді деп айтпайсың ғой. Иә. Өзің алып жүресің ба дегендей, өзің үйретесің ба дегендей. Мен үйретем. Иә, ол жақта анандай да. Сонымен кіреміз, жұмысқа кіргізем, басында бүйтіп сәл енді бәрі не қылады, сосын сөйтіп жүрген кезде бір күн обедте айтады. Мен өз-өзіме сенбеймін дейді, мен Австралияда дейді, күніне ол еще күнде айтады маған. Бүгін қанша сағат істедік, мынанша сағат істедік. Еще арматурда обед істемейді. Обедтің уақытысын істемейді, төленеді.
мынанша сағат істедік, менен сұрайды енді жаңадан кірген 3-4 күн болған, бүгін қанша таптым мен дейді. Ол менен төмен алады ғой зарплата. Сөйтіп сен мұны күніне мысалы бүгін 137 мың, 130 мың солай сағатына. Сенбейді өзі. Иә. Менің жарты айлығым ғой деп сөйтіп жүреді да өзі. Военныйде істеген жігіт екен, 200 мыңнан зарплатам аспаған дейді. Ана жақта сол ақшаны күнге тауып жатыр. Иә, былай қарасаң менің жарты айлығым ғой, деп өз-өзіме сенбеймін, мына табиғатты қарасаң. Күнде қасымда жүреді, күнде сол бір әңгіме. Енді қызығушылық менде басында солай болған. Енді келген, бәрі қызық. Иә, ол сосын мен айтам оған мотивация берем, менің орныма қаласың. Сен жақсы істесең, бәрібір мен кетем ертең. Сен істе, үйрен. Мен айтқанның бәрін істей берсең, мен саған кейін не қыламын. Соң бір күн обедте отырамыз да, сол әңгімені айтады ғой, әкем осындай. Қайсы? Деймін, мен видеоны ашамын да, мынау ма деймін ғой, сөйтсем. Иә, осы видео дейді. Ол мен ғой, танымадың ба деймін ғой. Сөйтсем, братан дейді, ана жерде түрі өзгеріп кеткен ғой. Сразу папасына звондап, мына осы жігіт екен деп папасы сәлем айтып, қызық болған сол кезде. Мен осы жігіт күтіп алады деп ойламадым деп ана жерде. Енді Алла разы ой жасап бүйтіп айналып келіп саған. Қазір менің орнымда ғой, менің зарплатамды алып жүр. 150 мың теңге. 180. Қанша ай болды? 3-4 ай болды ма? 4 ай болды ма істеп жатқанда? 4 ай болған жоқ оның. Ол қаншасына барғанын точно. Марттың 4-іне барды ол. Март апрельдерде барды ғой. Марттың 4-інде барды, по-моему, ше. Қазір менің зарплатамды алып жүр. Кеше осы 2 күн бұрын сөйлестік. Братан деп бастықпен сөйлестірді. Бастық қашан келесің деп маған. Мен келем деп қоямын, бірақ енді уақыт көрсетеді оның бәрін. Егер сіздерге де Австралия мемлекетіне виза және жұмыс керек болатын болса, біздің компания сол услуганы сізге көрсетіп бере алады. Біз виза жасап қана қоймай, сізге сол елден жұмыс тауып көмектесе аламыз. Бұл подкастты соңына дейін көр. Лайк бас, комментарий жаз және досыңмен бөлісіп қойды, ұмытпа. Күшті, мощный тема. Енді алдағы уақытта бір осы жолы мен ойлаймын енді әйел бала шағаңмен шетелге шығады деп ше, өйткені мына жақта Қазақстанда әйел бала шағаң болса ұзақ мерзімге қала алмайсың. Тез жұмыс жасап, ақша тауып елге қайту керек, алға қойған мақсат орындау керек деген сияқты. Енді бір алға қойған бір жоспарлап жүрген, ойында жүрген бір елдер бар ма? Бірінші шұрытта қайттан сол Австралия ғой негізі. Егер тағы таңдау берілсе, жоқ, мысалы қайдан Австралия таңдайтын айтып жатсың ғой, мысалы Америкада болып келген клиенттерді күтіп алдым ғой мен. Сен жіберген. Америкада болып жұмыс істеп, мысалы әйелімен ше. Олар Кореядан келді ғой, мысалы маған. Ол кісілердің біз Япония жасап бердік, Корея жасап бердік, Австралия жасап бердік. Олар Кореяда жүріп маған хабарласып, мен күтіп алатын болып, мысалы ше. Сол кісілер мысалы Америкаға қайттан кетті ғой, Австралиядан прямо Америкаға кетті да, мысалы. Вашингтонға ұшты кісілер. Америкадан қайтып Австралияға келді, мысалы. Неге? Австралия жақсы да. Ол енді көрмеген, білмеген адамдар, Америкада жүргендер Америка жақсы деп айтады, бірақ барып, келіп, көріп, зерттеген адамдар. Екі жақта да көрген адамдардың. Мен мысалы Қыран ағамен де, Аман ағамен де, келіншектермен. Олардың келіншектері де жақсы жұмыс істеп жатыр. Олармен де әліге дейін сөйлесемін, мысалы ше. Мен клиенттеріммен, сол жақта күтіп алған клиенттеріммен әлі де қарым-қатынас жасаймыз. Одан кейін тағы да айта кететін бір ақпарат, енді осы уақытқа білмеймін, санына шатасып қалдық қой, қанша клиент жібердік саған? Бірақ осы уақытқа дейін Аллаға шүкір ешқандай жалпы болған емес. Сенің алдында басқа да партнерларымыз болған, негізі ше. Бірақ атын атамай қойық, сондай жалпы болған еді. Жұмыс айдала, квартира айдала деген сияқты сондай бір ше. Иә, болған ондай. Аэропортта ұйықтап қаппын, күтіп алмадым, бүйтпедім, сөйтпедім деген сияқты да. Енді осы уақытқа дейін біраз клиенттерді күтіп алдым, жұмысқа орналастырдым. Енді бәрі разы. Енді бір себепші ғой, бәріміз бірімізге, мен саған себепшімін, сен оларға себепшісің, біз оған виза шығып мыналарға себепшіміз деген сияқты. Бұлай енді бұлай жалпы болатын болса, енді всегда адамдардың көңілінен шығу да қиын да, мысалы. Менің міндетім, мен олармен сөйлесем, айтам, басында қиналасың, квартира тауып берем, жұмыс тауып берем. Сразу мен саған қасыма аламын, либо постоянно жұмыс тауып берем демеймін, бірақ бос отырмайсың. Мейлінше аптасына жоқ дегенде 3-4 күн жұмыс жасайсың. Кейін жақсы жұмыс жасап жатсаң, маған қарамайсың деймін да. Өз-өзіңмен алып кете бересің. Өзіңмен өзің маған хабарласуға уақытың болмай қалады деп айтамын ше. Либо менсінбей қаласың деп қойсың. Либо істей алмай қайтасың. Өзіңе байланысты деймін да. Енді мен оны всегда арқамда алып жүрмеймін ғой. Бірақ ана Тимур деген жігітті күтіп алдым мамасымен бірге. Бағанағы заводқа кіргізіп кейін мені де шақырды дедім ғой мұсыр заводқа. Ол мұсыр заводта почти 1 жылда істеді ғой, почти 10 айда істеді. 2005 жылы бала ғой. Ол кісі мамасы Кореяда болып келген. Қазір 21 жаста, ол 20 жасында келген мысалы. 1,5 жыл болып қойды ма? 1,5 жыл болып қалды оның жүргеніне. Менен кейін ол кісі Шымкенттен еді ғой.
иә Чымкент қателеспесем мамасы мен баласы, Иә. иә, есімде, білем. әліге дейін араласамыз мысалы. Ол да арматура. Мен оны заводтан шығарып алып арматураға кіргізіп кеттім. Қазір Ердәулет екеуі менің зарплатамды алып, екеуі Мәс, риза. мастер ғой. Разы. Мастер, кәдімгі мастер, жұмыс, ағылшынша екеуі сайрап тұр, уже үйреніп алды бүкіл нәрсені, жұмысқа керек нәрсенің бәрін үйреніп алды. Мысалы кешеде айтып жатыр, бір адам бізге ана Гарик дейміз ол жақтағы бастық. Гарик босс айтып жатыр, короче, сендер жақсы үйрендіңдер, үйреніп жатсыңдар, дальше үйретем, ол жақта проектін оқуды үйретем деп айтып жатыр. Чертеж оқитындай, иә, оны маған Гарик деген бастық басынан бастап айтатын. Сөйтем да қасыңа 3-4 қазақ бала жинап берем, өзіңнің түрің. Машина аласың, объекті берем, мысалы, ол объект алып береді, чертеж қолыңа береді, барасың өзің істеп келе бересің. Қазір соларға соны ұсынып жатыр екен. Маған осындай ұсынып жатыр. Мен саған айттым ғой, басында маған солай ұсынып жүр, бірақ мен семейный бала шағам үшін қайтам. Сендер енді қазір бардыңдар, бүкіл нәрсе возможно бар. Просто көп адамдар сенбейді, біреулі айдалада өмірі шетелдің границасын бір қадам аттап көрмеген адамдардың сөзіне сеніп, ана негативтерге сеніп жүрген адамдар өте көп. Инстаграмда дезинформация өте көп қой. Иә. Ақ, көк, анау болды, мынау Иә, болды. менде TikTok көп өте адамдар жауап жазады. Всегда маған не қылады? Менің мысалы просмотрларым 100 мыңнан асып жатады да, мысалы. Көп қандай компаниямен барамыз деп сұрақ қояды. Мен всегда мысалы өзім барған компанияны ұсынамын, білесің өзің. Бірақ анандай қазір ешкімге жауап бермеймін. Шыны керек, уже бір айдан асып кетті, ешкімге жауап бермеймін. Потому что былай айтады, тупой сұрақ қояды ғой. Уже тупойский сұрақтар. Басында жауап беріп жүретінмін ше. Қазір уже нерв шыдамайды. Қандай тупойский сұрақтар? Қалай барғанда жататын жер тамақ бере ма деген сұрақ қояды. Самолет Сен төлей ма? виза алып алсай бірінші. Мен оған айтамын базар жоқ. Логикаға Ақша таба аласың. сыймайтын сұрақтар. Иә, логикаға сыймайтын. Вообще сыймайды. Мысалы бізде бір қызық болды, бірақ мен ол кісіні мен күтіп алмаған, бірақ ол кісіні тегін, мысалы, тегін бүкіл нәрсесін тегін күтіп алған бір жігіт болды. Бірақ ана күтіп алған жігіт ақырында сонымен ерегісіп, бір айға жетпей қайтты ғой. Ана келген кісі қайтты. Рахметі жоқ адам. Еще тегін күтіп алған. Иә. Еще оған жұмыс тауып берді ол ше, басында. Постоянно емес, күндік жұмыстар тауып беріп, жүгіріп жүрді. Жұмыстан қалып аэропорттан күтіп алдым бір ма? Енді күніне 150 мың теңге. Минус. Çünkü сен бір күн жұмыстан қаласың, минус ол. Былай қарап тұрсаң, аптасына 6 күн жұмыс болса, сен 5-ақ күндік зарплатаң шығады уже. Сосын ол жігіт сөйтіп күтіп алды, квартира тауып берді. 3 күннен кейін ба, white card'ын мен оқыттырып бердім. Енді маған айтты, white card'ы оқыттың адамның номерімен не қылып сөйлесіп берші, уақытын белгіледім. Ол жақта алдын ала адамды электронный поштасын, загранпаспортын жібересің. Осы адам барады, қай күнде келсін, ол айтады, мына күнге бос, мына күн келсін дейді. Мен ләжі болса суббота-воскресеньеге қойдыратын адамдар чтобы күнін жоғалтпасын деп. Суббота-воскресенье оқып алады да. Понедельник күні жұмысқа шығып кете береді. Егер понедельник оқитын болса, бір күні жоғалады. Солай жүйелі, системный жұмыс. Иә, солай не қылатынбыз. Солай ертесіне жұмысқа адрес жіберген ғой, ана жігіттің айтуы бойынша. Енді Қызылордағы азамат досым ғой енді. Сол TikTok'тан біреуге уәде берген. Сол күтіп ал деген, тегін күтіп алған. Енді ол жақта тегін ештеңе жоқ қой енді. Барлығы 150 мыңнан айырылып бар. Ертесіне 1,5 сағаттық жұмысқа жіберген ғой енді. Үйінен 1,5 сағат. Ол жерде нормально это 1,5 сағаттық 6 күн жұмысқа барсаң, 5 күні 1,5 сағаттық жұмысқа барасың, күндікте жүрсең. Сөйтсе бұл жұмыс маған алыс, жақын жерден тауып бер деп міндет қылған ғой. Уже ана бір мәрте, екі мәрте ақырында азамат айтқан ғой, сен қуасың ба, мен саған көмектесіп отырмын. Сен недовольныйсың ғой десе. Турист болып келген бе или жұмыс жасауға келген бе? Жұмыс жасауға келген, турист болып келген. Сонымен, по-моему, қандай виза агентствомен барғанын білмеймін. И азаматтың досымның айтуы бойынша жіберген адамға звондап доқ қылған ғой. Сенің уәдең ондай емес, мұндай емес. Көп нәрсе обещание беріп жіберген. Ол жағын білмеймін енді, ашық айта алмаймын енді. Білмегеннен кейін өтірік айтудың да қажеті жоқ. Сондай қызықтарды көріп шок болдық қой. Енді жалпы осы сферада біз 2-3 жыл болды жүргенімізге. Біз 10-нан бірі демеймін, бір 100-ден 2-үшеуі қайтатын клиенттеріміз бар. Жұрттар виза алмай зар болып, бір виза аламай үшін барып, анау жаман, мынау жаман. Мен ойлаймын, значит, бір мотивациясы жоқ. Не дұрыс емес, немесе не турист болып келу, яғни шетелге шығатын кезде
вопрос сен турист болып барып келесің ба әлде жұмыс жасауға барасың ба деген сияқты бір ниетті туралау керек деп ойлаймын. Енді барған кезде мен қандай қиындық болмасын, негізі біз әрбір клиентті морально ментально дайындаймыз. иә Бардым, жапырақта ағашта доллар ілініп тұрады, жұмыс теру деген сияқты нәрселер деп иә айтпаймыз. мені Розовый де очки шешу керек. өзің жібердің ғой мені де мысалы мен мысалы 2 күн қалғанда ма ұшуға 2 күн қалғанда ма 3 күн қалғанда ма мені күтіп алатын адаммен WhatsApp арқылы ғана сөйлесемін. Ол еще маған жазып жіберді, квартираң дайын, бірақ керек мынандай нәрселер албасаң болды. Мысалы мен онымен сөйлескен жоқпын. Аэропортта мысалы көрдік, келдік. Ал қазір мысалы Заманбек күтіп алу ғой. иә. Ал қазір визасы жоқтар хабарласады ғой мысалы. Ей, сен бірінші виза алып алсай, бірінші проблема виза. Визаны алдың ба, ары қарай болды, сенде джекпот бар, ары қарай бүкіл нәрсе өзіңе байланысты. Келесің, күтіп аламыз, мысалы, орналастырамыз, сен қолыңа қармақ береміз, былай қарап тұрғанда. Ары қарай балық аулайсың ба, или қармақты сындырып лақтырып жібересің ба, өзің проблемаң. Бірақ мен өз қызметін атқардым. Иә, өзің қызметің, ол жерде қызметің аэропорттан күтіп алу, алдын ала квартира тауып беру. Мысалы, аэропорттан сразу квартираңа барып, чемодандарыңды қойып, сосын продукты не алу керек саған. Бірінші необходимо дейді ғой, мысалы. Бірінші саған не керек, соларды алып берсеміз, бірге жүресің, заттарын көтерсің, мысалы. Алып бересің, қайтып әкеп тастайсың. И сразу ертең емес ары күні white картқа барасың, оның бәрін алдын ала шешіп қоямыз, чтобы адам келатқанда. Болды, адресін жібересің. Айтасың, суббота, воскресенье күні кездесеміз, мысалы, суббота күні кездесеміз, либо суббота күні кешкісін, либо воскресенье күні кездесеміз, барғың келетін жерлерге барғызып, алғың келген нәрселерді алдырып, дальше көрсетеміз. Қалған күндердің барлығында мен жіберген адреспен жүресің, жұмысқа да солай кетесің деп бүкіл нәрсесін айтып түсіндіріп. Бастан аяқ сопровождение былайша айтқан кезде. Ондай, мысалы, бағанағы Азамат деген досым бар Қызылордада. Мысалы, аэропортта қалып кетті ғой. Күтіп алатын адам өзің білесің. Бастан өтті ғой. Ол одан кейін хостелде бір апта жатып қалды, мысалы, сол жақтан күтіп алған бір адам. Маған мынанша адам бермесең, көмектеспеймін деп хостелге апарып тастаған. Бірақ аэропорттан алып хостелге апарып тастаған. Бірақ адам басына мынанша адам бересің деген. Олар енді ақша өздері лақтырылып отыр. Сонымен ақырында маған хабарласып, мен арқылы документтерін туралап жұмысқа шығып кетті ғой. Бірақ енді ана адамға ақшадан бермеді. Мен айттым, мен араласым жоқ, мен тегін көмектесейін, жарайды, қиналып қалыпсың деп. Содан кейін дос болып араласып, кеткенше әлі де араласып тұрамыз ғой енді. Адам мен адам бет алды кездеспейді ғой. Тау мен тау жоқ болса да. Бірге жүрдік, бірге жұмыс істедік, ұрыстық, қырылыстық, қайтадан жұмыс істеп жүрдік қой. Дос қой енді. Түсінбеушілік болады, не болады. Енді жақсы жігіт. Жақсы, күшті, керемет. Рахмет, Алла разы болсын. Біз әні міне дегенше бір сағаттай, 50 минут, бір сағаттай уақыт болған екен. Австралияға барайын деп жатқан оқырмандарымызға бұл подкаст өте пайдалы болады деген үміттеміз. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің шетелге бірге барғыңыз келіп жүрген досыңызбен, танысыңызбен бөлісіп қойып ұмытпаңыздар. Одан кейін осы видеоның астына кім әсерлі комментарий жазады, сол комментарийларды мен таңдап отырып, біз Австралия мемлекетіне сол адамға, сол жанға тегін Австралия мемлекетіне виза тапсырып беретін боламыз. Егер визаңыз шығып жатса, Өмірбек көмектеседі. Әлі күнге дейін Австралияда связьдар мен осы жақта отырып, орналастырып беріп отыра беремін. Әлі күнге дейін байланыстар, связьдар, бастықтар. Конечно. Заводтың бастығы, стройканың бастығы, бәрі әлде связьдар бар. Мен визадан, жұмыстан Өмірбек көмектесетін болады. Алдағы уақытта біздің компаниямызға визаға сеніп тапсырған клиенттерімізге де дәл осылай сен сияқты сол елге барып 10 миллиондап, 20 миллиондап, 30 миллиондап табыс табуын тілейміз. Байса, әр қазақ байсын. Егер де жақсылап жұмыс істейтін болса, кемі 2 миллион табады. Таза. Жақсы істейтін болса. Андай қылтым-сылтымсыз. Мысалы мен күтіп алып атқан балдар бар ғой, мысалы арасында жақсы қазір арматур қиын болса да арматур істеп жүрген балдар бар. Мысалы мен танитын балдар, енді біз үйреткен балдар, мысалы бағанағы Ердәулет, Тимур, Қуаныш деген бала бар. Мысалы солар жақсы тауып жатыр да олар. Былай жатқанда, егер годовойда қойып бір 24-25 миллионға дейін шығады екен, егер де 2 миллионнан таза ауылына, үйіне депозитін салып жинап отырса. Ол жақта 24 миллион дейтін бір күндік
ақшаң сенің бір апталыққа былай да былай жетеді ғой. өмір сүруіңе жетіп қалады. Өмір сүруіңе Әшейін жетеді. жетеді. Иә, еще кафеге баруыңа да жетеді. Тема мощный, күшті. Все, құрметті оқырмандар, егер сіздерге де Австралия мемлекетіне виза жұмыс керек болатын болса, бізге хабарласыңыздар, жазыңыздар, біз сіздерге де виза жасап беріп, дәл осылай сұхбаттасып отыру сәті бұйырсын. Біз Австралиядан да бөлек басқа да елдерге виза жасаймыз, жұмысқа орналастырамыз. Біздің қызмет ақымызды білу үшін астыға телефон номер қалдыратын болам. Сол телефон номерға жазу арқылы өзіңіздің көкейіңіздегі ойыңызда жүрген сұрақтарға толықтай ақпарат толыққанды жауап алып, бізге визаға тапсырсаңыздар болады. Сіздермен мен Самат Серікбай, визовый эксперт, Ала виза компаниясы негізін қалаушы. Бүгін бізде алтындай уақыттарын бөліп келген Өмірбекке көптен көп рахмет. Алла разы болсын. Отбасыңа, кәсібіңе береке тілейміз. Бұйыртса хабардамыз. Алдағы уақытта тағы да Австралияға отбасыңмен бару Обязательно. бұйырсын. Все, көрермендер, сәттілік.